ата шаңырағымызда Сәтбаев атындағы университетімізде үлкен оқиға, тарихи оқиға. Алдарыңызда елімізге танымал, қазақтың рухани құндылықтарын ұлттық қолын зерттеген, қазақтың тамырын зерттеп шежіресін әкеліп берген, атадан балаға рухани құндылықтарымызды жеткізе білген бүгінгі күні қазақтың деген кезде осы Оразақ Смағұлұлының кітаптерінен, жалпы оның істеген істерінен бір сөзбен айтқан кезде тұлғалық деңгеймен жеткізе білген ата мұрасын. Ендеше ақсақалымызға қош келдіңіз деп бір қошеметтеп қояйық, қадірлі қонақтар. Бүгін баршаңызды білесіздер, кітаптың киесі мынау Қаныш Имантаев Сәтбаевтың шаңырағында болып жатқан жай емес, бұл үлкен бір сын, үлкен бір белгі деп ойлаймын. Өйткені қазір Оразақ Смағұл өзі де айтады, өзі де айтады, қандай байланысы бар. Ол кісінің істегені, батасы. Және де бүгінгі мына тұсаукесер кітабының атауы да өмірімнің мәні мен сәні. Бұл кітаптың бастамасының мұрындығы болған, қол ұшын көрсете білген Бақытжан Бұқабайға да бір ризашылығымызды білдіріп қояйық. Ал енді рұқсат болса, қазір мына бейне сюжетіміз бар, арнайы бір жақсы тарихымыздан үзінді. Кейіпкеріміздің хикаясы 1930 жылы Қостанай облысының Ресеймен шектесетін Жақсы кентінде басталды. Қазақ халқының тарихынан оның өмір жолы қасіретпен сынаққа толы. Оразақ Смағұлов 3 жасында аштық салдарынан анасынан айырылды. Балалық шағын бүкіл қиындығына қарамастан талантты жас білімге құштар. Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетін тәмамдаған соң Қаныш Сәтбаевты жолықтыруы тағдырға сәт болды. Әйгілі ғалымды Қазақстан аумағында ежелгі дәуірлерді кім болсын беріп, кеңдік кімнің құраны өмірін қызықтырды. 1928 жылғы жазда Өтетін нысан қаржыға бөлген Қаныш Имантайұлы Қазақстандағы антропологияның қадам басында бұл болды. Көп жүргенде Оразақ Смағұлов қазіргі қазақтармен ежелгі қоныстанушылар арасындағы байланыс болуды еңбегі. Алыс ұрпақты жаңғыртып, оны жалғау жазған монографиялық еңбегі қозғалуды өтіліп, ұлттық қауіпсіздік комитеті сұрағысы, замандас ғалымдар еңбектерін қолдамай, талай қиындықты көрген автор, ащысына, тәттісінің өмір жолын баяндап бермекші. Ректор Мейрам Мырза деген осы. Бір қошеметтеп қояйық, бәрекелді. Енді мына арнайы құттықтаумен келіп отырған Мейрам Мұхаммед Рахимұлына көп алғысымызды білдіріп қояйық. Шаңырақтың иесі осы арнайы бізге күшін беріп, атамызға құрмет көрсетіп отырғанына Мейрам Мырза мың алғысымыз. Ал енді рұқсат болса, осы киелі шаңырағымыздың ғылым проректоры Ержан Итеменұлына сөз беріледі. Құрметті студенттер, құрметті қонақтар, құрметті аға. Мына бүгінгі біздің асыл ағамыздың тұсаукесер рәсімі біздің Қазақтың техникалық университетінің қара шаңырағы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде өтуі өзінің жаңа біздің модератор ағамыздың айтқанына белгілі. Өмір жолын аспирантураға бағыт бағдар берген біздің Қаныш Имантаев Сәтбаев бұл туралы мына кітапта айтылған. Өмір жолын қалай бастадым, қалай көрдім, қалай ғылымға келдім, антрополог болып. Еліміздегі антропология саласындағы соның ғылымының негізін қалаушы ағамыз. Оның осы университетте ашылуы біз үшін өте қошемет, өте тарихи күн деп айтуға болады. Мына ағамыздың жасын жастарға берсін, батасы қабыл болсын дегім келеді.
біздің елімізде жеріміздің атақты ұлы тұлға тарихтардың бәрін зерттеушісі. Мына жерде қазір кітаптар оқысаңдар, Абылай ханның сүйегін соның қалай дәлелдеп, қалай зерттегеніне дейін айтып өткен. Бұл үшін зерттеу үшін негізі антропология дегенге оған үлкен жүрек керек, оған үлкен табандылық керек, оған үлкен мықты денсаулық пен жаңағы табандылық керек деп айтқым керек. Себебі антропология дегеніміз не? Ол сүйектерді көр. Мына жерде қара суреттерді қарап отырмын. Адамдардың бастарын қарап, оның мүсінін салып, оның қандай зерттеген, оған да жүрек керек. Ұстап, қолына ұстап, көріп, оны зерттеу, және оған үлкен жағандай денсаулық керек. Осыдан тамшылмай, біздің үлкен ата-бабаларымызды, сонау Абылай ханды да зерттегені көрін, бізде мына еңбекте көрсетілген. Біз елдің, ердің еңбегін бағалап, естіп біліп жүрміз керек. Кім зерттеген, кім көрген деп. Бүгінгі күн, ертеңгі тарих. Осындай ағамызды біздің шаңырағымызға келіп, жастарға бата беріп, жүргеніне аға сізге рахмет айтқым келеді. Сізге деніңізге саулық, бала-шағаңыздың қызығын көріп, осы университетте сіздің 100-ге келген тойыңызды тойлай береді деп айтқым келеді. Мына біздің кітабымыздың балаларға өмірімнің мәні мен сәні деп, әрбір ертеңгі ұрпақ, ертеңгі ғалым ортамызда отыр. Ертеңгі министр, ертеңгі президенттер ортамызда отыр. Осы кезде сіздердің, осы ағаларымыздың жолын, жасын берсін, ғылымға деген сүйіспеншілігін берсін. Сіздерге осы бүгінгі кітабымыз тұсаукесері құтты болсын деп айтқым келеді. Кезінде егерде Қаныш Имантаев Сәтбаевтан батасын алып, ғылымға үлкен кеңістікке батасымен арнайы өзінің жауапкершілігімен үмітін ақтауға жол берген Қаныш Имантаев Сәтбаев оразақ ақсақалымызға болса, бір 50-60 жыл өтсін. Осы жердегі отырылған болашақ ғалым студенттер айтып жүрер. Бізде кезінде ақсақалдың 93 жасқа келгенде өмірімнің мәні мен сәні кітабының тұсаукесеріне қатысып, сонда бір жақсы бата алған сияқтымын. Бүгін Құдайға шүкір, мен де үлкен бір ғалым деген атаққа ие болсын. Ал енді рұқсат болса, мен ортаға бүгін рухани кеш болғандықтан атамыздың 5000 жыл тарихы бар қазақтың мөрін салып, бүкіл әлемге паш етіп, осы біздің бабаларымыз жері, осы жер аталарымыз жері деген өсиетін жеткізе білген, дәлелдей білген ендеше рухани кешіміздің жалғасында мен ортаға күй өнерін тамашалау үшін Нәзира Омар шақырып келіп отыр.
айналайын өркенің өссін. Рахмет. Жуырда тағы бір жақсы ел арасында оқиға болды. Сонда Қаныш Сәтбаев атындағы 61-ші мектебінің қабырғасында мынандай тақтасында жазуы бар. 50 ғасыр бойы тұрақты мекен еткендігі ғылыми дәлелденген қазақ ата-бабаларының қасиетті жерінде бұл күнде қазақ елінің еркіндігінің арқасында ұрпақтарға салынған мектепте сен оқитыныңды ұмытпа деген жазуы бар. Бұның авторы қазақтың тұңғыш антропологы академик Оразақ Смағұлов. Ал енді рұқсат болса, осы керемет кітаптың тууы, дүниеге келуі, болмысын жасаған Оразақ ақсақалымыз болса, осының мазмұнын кітапқа шығып тууына, осы бүгінгі күні тұсаукесер рәсімінің себепкері болып отырған, осы кітапты шығаруға өзінің үлесін қосқан, тағы ұйқысын 4 бөліп, еңбектеніп, ақсақалдың қасында жүріп, батасын алып, барлық көңілден шығатындай жақсы кітап болсын деген ниетімен саясаттанушы, публицист, баспагер Бақытжан Бұқабайға сөз берейік. Құрметті жиналған қауым, бүгін сіздер ерекше кездесуге келіп отырсыздар. Өткен алдарыңызда есімі тарихымызда алтын әріптермен жазылатын Оразақ атамыз отыр. Бағана сөз сөйлеген кезде Оразақ атамыз қазаққа қызмет ету керек деп батасын атап өтті. Бұл үлкен аталы сөз деп ойлаймын. Қазір болып бара жатқан тілектердің бірі. Қазақ екенімізді, қазақтың өзінің ұлттық мүддесі бар екенін әрқашан әрдайым естен шығармауымыз керек. Бағана өздеріңіз көріп отырғандай киелі ордамыз, бүгінгі білім ордамыз Қаныш Имантайұлы Сәтбаев университеті болса, соның көрінде осындай кездесу өтіп жатыр. Алдарыңызда батасын алған адам отыр, үлкен тұлға отыр. Бұл жерде бір сабақтастықтың ізі бар деп айтуға болады. Өйткені атамыз кезінде үлкен тұлға, үлкен ғалым Қаныш Имантайұлының батасын алса, бүгін өздеріңіз Оразақ атамыздың батасын алып отырсыздар. Ертең арамыздан осындай үлкен бір сабақтастықты әрмен қарай жалғастырып кететін ғалымдар шығады деп өзім ойлаймын. Әкең өлсе де әкеңді көрген адам өлмесін дейді. Мінекей, осындай 94-ке келген ақсақалмен кездесіп, көріп отырсыздар ол қаншалықты тың адам, жасы ғасырға жуықтаса да. Бұл үлкен ғанибет, үлкен бақыт түсінген адамға. Сондықтан кейбіреулері мына жерде әлі түсінбей жатсаңыздар, уақыт өтеді, 10 жыл өтеді, 20 жыл өтеді. Сол кезде қандай керемет кеште отырдық, атамызды көрдік, батасын алдық деп, балдарыңа ары қарай немелеріңе жалғап айтатын күн туады Құдай қаласа. Сол кезде қазақ ғылымын Оразақ атамыз қалай жаңа белестерге, жаңа асуларға шығарып жатса, өздеріңізде сондай белестерді жетелеп шығарғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Енді кітапқа қатысты қысқа айтып кетейін, өйткені мен баспагерлікпен айналсам, қазақтың заманауи кітаптарын шығаруды қолға алып 16 жылдан бері осы бағытта шұғылданып келе жатырмыз. Есімін жаңа атап өткендей Бақытжан Бұқарбаев. Атамыздың кітабына келетін болса, өздеріндей болған кезде, студент кезде мен осы арамызда жүрген аталарымыздың өмір баяндарын неге ешкім жазып алмайды, ертең бұның барлығы ұлы қазына ғой, үлкен мұра ғой деп ойлаушы едім. Ол кезде енді қол келмейді, сессияң бар, емтиханың бар, басқасы бар. Қыздар, мен кездесу керек дегендей арасында. Енді баспагерлікке келген соң, мінекей былтыр осы мүмкіндікті пайдаланып, бағымызға орай атамыздың өмір баянын жазып шықтық. Ол не үшін маңызды? Өйткені өмір баянды оқысаңдар, өздерің үлкен тұлға болып өсесіңдер. Бұл өте нәрсе, өте маңызды нәрсе. Енді қарап отырсақ, баспагерлік нарықты алатын болсақ, қазір өздеріңізде кітап оқисыңдар ғой, меломан дүкеніне барасыңдар, кітап алу дүкендеріне барасыңдар, онлайн тапсырыс беріп оқисыңдар. Бірақ қарап отырсаңдар, ең кенжелеп кеткен тақырыптардың бірі, ең кенжелеп кеткен жанрлардың бірі, ол биография жанры. Биография болса да, әйтеуір ара барса кәсіпкердің өмір баяны болуы мүмкін. Бүгінгі күннің тұлғасы кәсіпкер болып айналып отыр, табысты адам тек қаражат тапқан адаммен ғана
теңесетіндей көрінеді. Шын мәнінде табыс деген ол өз саласында, өзі алған бағытында үлкен жетістіктерге жетіп, қызмет ете білген адам, Оразақ атамыздай. Ғылым саласында жеткен жетістіктеріне көп кәсіпкерлер біз өз саламызда жеттік деп мақтанып айта алмайды. Сондықтан атамыздың ең үлкен қазаққа жасап кеткен еңбегі, сіздер де мына жерде отырсыздар, 25-ке келмеген шығарсыздар көбілерін. Бірақ 25 жыл ширек ғасыр өмірін қазақтың ұлан-ғайыр жерін аралап, қазба жұмыстарын жүргізіп, қазақтың сүйектерін зерттеп, бұл жерде қазақ 50 ғасыр бойы мекендеп келе жатқанын дәлелдеген үлкен тұлға. Бұл не үшін маңызды бұл еңбек? Қазір қарап отырсаңыздар, бұның ешқандай әзірше бір маңызы жоқ болып көрінуі мүмкін сіздерге. Бірақ тарихты, саясатты, геосаясатты, басқа контекстте ескеретін болсаңыздар, айналаңызға қазір қарап көріңіз, өмір сүріп отырған. Жаңалықтар оқысаңыздар, көршілеріміз мына жер біздікі деп шүйлеген қазақта. Оны күнде оқып біліп жүрсіздер. Енді бұл ғылыми тұрғыда дәлел қазақ жерін қазақтың елінде сақтап қалуға әлі талай қызмет етеді. Осындай сүбелі, осындай ірі жетістіктерді қазаққа сыйлауға өздеріне де нәсіп етсін. Мен енді мына жерде атап өткім келеді, бұл кітапты жазу барысында мен жоба жетекшісі болсам, мына жерде Арайлы Жақсылық деген біздің жоба жетекшіміз бар, баспамызда өте көп еңбегі сіңді. Мен бастап берсем де ары қарай атамызбен кездесіп сұхбат жүргізген осы Арайлы. Сондықтан бұл еңбекті міндетті түрде алып оқып шығыңыздар. Бұл еңбек іштеріңізді пыстырмайтындай қылып жазылды. Өйткені өзім ішті пыстыратын кітаптарды оқығанды ұнатпаймын. Бұл кітапты ғалым адамның биографиясы болса да, біз кәсіпкер, табысты адамдардың кітаптарының подачасын қолдана отырып жаздық. Іштерің пыспайтынына кепілдік беремін. Амандыққа жол беремін. Бүгін жақсы жиынымызда ғалымдар келіп отыр. Мен ортаға профессор Зиябек ағамызға жол берейін деп отырмын. Зиябек аға. Құрметті алаштың азаматтары, кітапты оқып үлгерген, қолын үлгерген адам бірінші сөйлемге қарайды. Алғы сөздің бірінші сөйлемі бұлай есімнеді. Әр адамның ғұмыры бір кітап дейді. Көрдіңіздер ме? Мына жүзге таяп қалған осы өмірдің ащы мен тұщысын татқан, бір ғасыр жасаған ғалым ағамызды бүгін осылай құрметтеп отырмыз, тұсаукесерінде отырмыз. Өкінішке орай біз өзіміздің өткен жоғалғанымызды архивтарда іздейміз да, абылай мына жасыл үлкен өмірде білген, көрген, бастан кешкен, әртүрлі жағдайлардың куәсі болған, оның авторы болған адамдардан естелікті өкінішке алмаймыз. Ал енді осы кітап өмірімнің мәні мен сәні осы олқылықты орнын толтырады. Кейбір мысалы мұрағаттарда, архивта бар материалды біз таба алмаймыз да, мына ағамыздың кітабын оқып отырсақ, осынан табамыз. Менің ойымша, мен министр болсам, премьер-министр болсам, осы елдің президенті болсам, осындай үлкен ғасыр жасап қалған апа ағаларымыздан мына вопросник жасап, бүкіл өмірде не көрді, не естіді, қандай тәжірибе алды, бәрін жазып алып, осылай 1100 емес, 12.000, 23.000 кітабымен, тиражбен шығарып отырар еді. Бірақ енді өмірде бәрі әртүрлі жағдай болады. Осы ағамыздың кітабын оқып отырсаңыз, енді оны ол бірінші оқу керек. Ал енді мен бірақ қана бір үзінді келтірейін. Міне әр адамның ең жақсы көретін, осы дүниеге әкелетін ана. Менің мында бір параграф бар, оқысаңыздар, мысалы анам туралы деген оқысаңыз. Мен бұрын Оразақ ағаның мына әртүрлі конференция, кездесу, дөңгелек үстелдерде анасы туралы әңгімені естігенде бір түрлі сезініп, жүрегім осылай шымырлап ауырды. Сонда сол кезінде
осындай үлкен мінбер конференцияның президенті айтып кеткен сөздерін осы кітапқа да кіргізіпті. Сонда былай дейді анам туралы. Өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағы аштықта қазақ даласында 4 миллионға жуық адам ажал құшты дейді. Сол зұлматтың бір құрбаны менің анам. 90 жылдық ғұмырымның ең ауыр трагедиясы анасыз өскенім. 3,5 жаста аштан өліп қалған шешемнің омырауын еміп жатқан балам дейді. Осыдан артық, мысалы, трагедиясының мына сол көрінісі бізге керек пе? Өкінішке орай, қазіргі жағдайда Совет үкіметін қайтарып алып келеміз, Совет үкіметін келтіреміз, оны сағынамыз деген бассыз адамдар арамызда да қаптап жүр. Бірақ ондай егерде бір адамға осылай себепсіз қиянат жасаса, ондай мемлекеттің өмір сүруге правасы жоқ. Біз көбінесе Совет үкіметін есімізге түсіргенде мына тоқшылығы бар 70-80 жылдарды есімізге түсіреміз. Ал ар жақ 30 жылдарда не болды? 20 жылдарда не болды? 40 жылдарда не болды? 40 жылдардың, 50 жылдардың бас кезінде қазақтың зиялыларын қудалағанда, оның ішінде Бек Сүлейменов бар, оның ішінде Ермұхан Маханов, Елтоқ Елмұхамедов сияқты, мына Ораза ағалар сияқты біраз азаматтарды қудалады. Ондай билік, ондай Совет үкіметі бізге керек пе? Әрине керек жоқ. Осы кітапты оқыған адам, осы сол Совет үкіметіне қайтпайтын жақсы прививка алады деп ойлаймын. Оразақ аға, кітабыңыз құтты болсын. Мына көптеген өздеріңізден кіші бауырларыңызға, өздеріңізбен замандас, өздеріңізбен үлкен Кішібеков Досмұхамед ағаларымыз сияқты соларға бәріне мастер-класс үлгі көрсетіп жатсыз. Осындай кітаптар, мысалы қазір Оразақ ағамен жасты немесе үлкен 60 мыңдай адам бар екен. Солар 60 мыңдай осындай кітап шықса, біздің тарихымыз толар еді. Біздің бұрынғы болашақ әлінде бауырымыз айтып отқан болашақ премьер-министр, президенттер жақсы тағылым, жақсы үлгі алар еді деп ойлаймын. Завершая свое выступление, уважаемые участники сегодняшней презентации, я прошу извинения, что перешел на язык соседнего государства. Учитывая, что нас смотрят по политической аудитории, хотела бы сказать, что, прочитав эту книгу, я пришел к одному замечательному выводу. Однажды Ильяс Умаров, это бывший министр культуры, один из высокопоставленных государственных деятелей Казахской республики, однажды он сказал, Ильяс Умаров, Оразақ аға о нем упоминает, говорит, я казахов делю на две группы. Одна группа заносчивые, но глупые. Вторая группа очень умные, но скромные. Но если, говорит, первой группе добавить ума, вторым такой оперативности и шустроты, то с казахов получится замечательный, лучший народ в мире. Я, как историк-этнолог, имеющий российское происхождение, закончивший российскую школу, как в свое время Оразақ аға учился в европейской части бывшего канувшего лета Советского Союза, могу заверить, что, скажем, у казахского народа великое большое будущее. Недавно родился 20-миллионный наш ребенок Казахской республики. Я думаю, что у каждого нашего ребенка, нашего государства, у нашего гражданина уготована четко его роль в этой жизни. Мне бы хотелось бы сказать, чтобы они не повторили тяжелые страницы, которые пережил Оразақ аға, но они для своей родины как минимум сделали бы как Оразақ аға. Тогда Казахстан станет одним из лучших государств мира. Осы Оразақ ағалар армандап кеткен, жасап кеткен, сол жазып кеткен, айтып кеткен қазақ елін жасаушы сіздер, соны жасайық. Әлемнің бірінші нөмірлі халқы бар, тарихы бар, осындай мәдениеті бар, осындай адамгершілігі бар, ұяты бар, ары бар халық болайық. Біз оны бола аламыз. Нөмір бірінші халық ел болайық. Рахмет. Рахмет. Мынау араб түркілік орта ғасырлық ренессанс кезінде
араб түрік ғалымдар мынандай бір өлшем жасаған екен. Ғалымның парадигмасы, шын ғалым қандай болу керек? Соның ең жоғары сатысында кішіпейілдік деген қойған екен. Адамның қарапайым кішіпейілдік қасиеті. Мен шын айтқан кезде Оразақ Исмағұловмен 2003 жылдан араласып келе жатырмын. Бұл кісінің бойындағы кішіпейілділік шынында да бізге үлгі өнеге. Мен кезінде Қаныш Имантай Сәтбаев туралы еститінді. Ол кісінің ерекшелігі, ойлау қабілеті, кішіпейілділігі. Соны зерттеген жазушы Медеу Сәрсеке кейін кездесем, ол кісі жұғысты болады екен шәкірттерде. Ол кісі де сондай бір кішіпейіл, ерекше бір аяулы жан. Енді рұқсат болса, мынау рухани әдемі кеш деп бастап жатырмыз. Мен ортаға тағы бір өнерде жүрген, танымал, қазақтың дәстүрлі әндерінің насихаттап жүрген, біздің ұлт елімізге, қазағымызға жұмыс істеп жүрген Санат Исаев дәстүрлі әншіні ортаға шақырып келіп отыр. ел ана туған таңның құшағында ер жетіп жас қыранған ұқсадың бау баулыған Құстандай көмейден ән тізген бұлбұл сыбылтып сыбыз күнген үзген бұлбұл қанатымды дірілдетіп өлең күйді үйренген бізден бұлбұл халалау лилай лилалау лилай халалалалалала лилалай лилалайлау лилалау сандуғаштай сайра бұлбұлым сайрай бұлбұлым рахмет. Осы бүгінгі оқиға үлкен бір түсінетін адамға рухани азық болады деп ойлаймын. Енді рұқсат болса, тұсаукесер алдында бүгінгі мына кітабын жазған, қазақ еліне, қазақ жеріне өзінің шамасы келгенше еңбектенген, атағы бар, абыройы бар, есімі бар, тұлғалық жоғары деңгейі бар ақсақалымызды бүкіл әлем паш етіп қарсы алып жатады. Бүкіл әлемде антропологтардың құрылтайы болатын болса, соның төрінде біздің ақсақалымыз Оразақ Исмағұлов жүреді. Ендеше бүкіл елге мәшһүр болған атамызға бір сөз берейік. Рахмет.
Ассалаумағалейкум, бауырларым. Сіздердің алдарыңызда осы қазақтың ұлттық технологиялық университетінде бір 5-6 милләт өзімнің рахметімді айтуға жарты ғасыр уақыт кетті деуге болады. Өйткені марқұм болып кеткен бұл заманда академиямыз Сәтбаевтың физикалық антропологияның Қазақстанда қалыптасуында үлкен үлес қосқан үлесі бар. Осыған байланысты сіздерге ол кісінің тірі кезде коридорда ғана көріп, істеген істеріне рахмет қана айта алдым. 64-ші жылы қайтыс болып кетті ғой, марқұм иманды болсын, жатқан жер топырағы торқа болсын деген айтамын. Ал енді өздеріңізге мен жай қысқаша қазақтың физикалық антропологиясының мән мағынасы менен маңызы туралы ғана әңгіме айтайын. Жалпы Қазақстанның ешбір вузында антропология пәні сабақ берілмейді. Мен университетті бітірмей-ақ бітіргеннен кейін бірден осы физикалық антропологиямен айналысуға әртүрлі себептер болды. Бірақ бүгінгі Қазақстанда антропология ғылымының барлығы және қазақ халқының осы жерде өсіп өнгеніне 50 ғасыр толғандығын дәлелдеп берген марқұм болып кеткен Сәтбаевтың үлкен рөлі бар еді. Сол үшін сіздерге бірінші келіп рахмет айтқым келеді. Себебі физикалық антропология Совет Союзында тек қана Москва университетінің биофагында ғана бар, басқа ешбір жерде жоқ. Бұл отанға Орта Азияда антрополог жоқ. Білем саран бар еді Совет заманында, Совет үкіметі құлағаннан кейін бәрі Ресейге көшіп кетті. Физикалық антропологиямен айналысу маған оңайға түскен жоқ. Дегенмен де осы біздің қазір университетте аталып, медицинский университетте кезінде ректоры, профессорлар біраз жәрдем берді. Москвада, сосын Ленинградта военно-медицинская академияда адам театры бар. Сонда барып біраз білім алып шыққаннан кейін 1958 жылы Москвада институтқа, академияға хабар келді. Физикалық антропологиядан орын бар, соған биыл адамдарымызды жіберді. Онда барғанда физикалық антропология маған оңайға түскен жоқ. Экзамен тапсырғанда ыңғайсыз бір жағдайларға тап болдым. Ол кезде ол институт этнографияның директоры Сергей Павлович Толстой еді. Толстой шақырып жатыр дегенде профессорлардың өзі сүрініп қабынып алушы еді. Мен ойладым, аспирант не істедім бұл, қандай менің қылмысым бар деп барсам, кіре бергеннен кейін оған қолыма телеграмма ұстатты. Ұстатқанда Сәтбаевтан деген академик. Мен аспирантураға экзамен тапсырып өтті деген приказ институтқа шыққаннан кейін институт маған бірден айтты: Қазақстан бойынша антропологиядан кандидаттық диссертациялық материал жоқ. Сондықтан сізге басқа темадан береміз Қазақстаннан деп. Соған біздің Қазақстан бастықтары қарсы болды. Өйткені
жаңағы несін ақшасын біз төлейміз, қалай болмасқа деп адам болады. Сонымен бір күні говорю, француз немец деген будущий руководитель, научный руководитель диссертационной работой. Айтты, академияда пленум жиналыстар болып жатыр. Соған сен президент келуге тиіс, гостиницадан барып білдім. Барып білгеннен кейін ол кісіге жолығып жағдайымды айттым. Егер Қазақстаннан қазақ болмайтын болды, басқа темадан алуға тура келеді деп. Ол үшін не керек деп, ол үшін керегі бүгін қазақтардың скелеті керек деді. Сүйектері, қаңқа сүйектері, қол, аяқ, бас сүйектері керек деді. Соны көне заманнан бері жиналып келе жатқан Қазақстан жерінің сүйектерімен салыстырып, арасындағы байланысын анықтаймыз деді. Олай болса, ол дұрыс екен. Мен де мына Балқаштың солтүстігіменен Жезқазған облысында 1958 жылы Жезқазған облысы болатын кезде толып жатқан болса, үйіріліп карьерлерді көргенде ішімнен пайдалушы едім дейді. Неужели баяғы заманда біздің жерімізді ата-бабаларымыз осыны қазып ұялмаса, оны сырттан біреулер келіп металл іздеп, осыны қазды ма деп осы мәселені ойлап жүрген еді деді. Сосын мен айттым, ол шешімі болады, егер бүгінгі Қазақстанның сүйектері табылса деп. Сосын ол айтты, дайындала бер, бір реттен кейін қабір береміз деп. Ол хабар 3 күннен кейін келді. 3 күннен кейін келгенде жаңағы Толстов шақырып алып, телеграмды көрсеткеннен кейін сосын Валенчеріне бұны институтқа келіп қағаз береміз деді. Институт академияның алғысы атынан қағаз береміз. Осының қазақтардың сүйектерін жинауға рұқсат. Сондай қағазды академияны Қазақстаннан да алып, енді жаңағы Сатпаевтың телеграмында көрсеткен информациясы бір шарты бар. Бұрынғы машина 4 жұмысшыменен 12.000 рубль 3 айға осының қазақтардың сүйектерін жинауға қаражат бөлген екен. Ол кезде 12.000 рубль москвич сұрады. Оның академиктерге де бере қойды деп айта алмаймын. Сондықтан риза болғаным сондай, жұрттың бәрі де қатты қуанды. Өйткені Союзный республикада антропологияны қол ұшын беріп қуаттап қойған деген Қазақстан республикасы деп айтты. Мен содан кейін келіп осы 3 айға Қазақстанның ол кезде мен көп жақсы білмейтінмін. Нұрғұрған марқұм айтты, сен оңтүстіктен қазба, о жақта ұйғырлар бар, қырғыздар бар, өзбектер бар, қарақалпақтар бар, сен шатасасың. Сондықтан сен орталық Қазақстан мен солтүстік Қазақстанға барған ыңғайлы деді. Содан кейін бұл айтты, мен биғасыны қаздым, оның қоладорын мені қазған жоқпын, мен 16-17 ғасырға жататын кейбір молаларды қаздым, олардың бәрі мұсылман, қазақтардың моласы деді, сен содан басты деді. Сөйтіп, 3 айдың ішінде 300-ге жақын адамның сүйектерін жинадым. Жасы 18-дің бірлеріне соны жоғалып қалдым. Мұғалды Балқаш және Қарағандыда темір жол арқылы Москвада келіскенбіз. Ол сүйектерді көбісі камераға жіберу керек. Алматыда сақтайтын жері жоқ. Онда өздейтін инструменті жоқ деп. Содан Балқаш пен Қарағандыда тапсырдым.
мал сүйегелеп, адам сүйегелеп апарсаң, там эпидемиологический станциядан толып жатқан справкалар келеді. Сөйтіп, ішімде сүйек қазғаныма, қазған сүйектерінің көбі қазақтардың 1933-34 жылдары аштандырған адамдардың сүйектері. Көбісі киімдерімен көмілген орбаға, сайға, кейбіреулерінің қалтасына Николай Заманның да басылған ашылар шықты. Сосын кейбіреулердің жартылай шіріп кетсе де, бір қазанда басылған қолаңдарын үзінділері сақталған екен. Олардың 17 ғасырға жататыны ешқандай кінәм туғызбай қалғандарды сондай анықтамаларменен бәрі осы қазақтардың сүйектері саналатын болды. Міне сол сүйектер арқылы, зерттеу арқылы көне заман сүйектерінің арасындағы биологиялық заңдылықты бас сүйектердің морфологиялық ерекшеліктеріне, аяқ-қол сүйектерінің ерекшеліктеріне сүйеніп, 4000 жылдық динамикасын зерттеп қазақтың өзінің елінде, жерінде тұрып жатқанына 4000 жыл өткені анықталып, одан кейін этнография институтының кандидаттығынан алып шықтым. Содан кейін жүрдім. Жаңағы коллегаларымның көбі мені мақтап, сені президентің өте жас адам, енді сен бұнымен тоқтап қалма. Шаман келсе, бұның қазақтарды толық зерттеп. Зерттегенде комплекс программаның оның бейнесін, дене құрылысын, қан жүйелерін, тұстарын, алақан тербелерлерін зерттеп, олардың шығыстан Алтайдан Каспий теңізіне шейін бірегей халық екенін анықтауым керек деді. Қазақтың кейін шыңдығы бірден анықтайтын болсам, сондықтан тағы да программалар бойынша біраз Москвада солардың әдістерін үйреніп, методын үйреніп, аяғында 59 жылдың басында Қазақстанда осы тұрғындарды зерттеуге шықтым. 33 жыл бойы осында қазақтардың дайын бұның 17-18 заманында қалада біткеннен кейін жұмыс онша жиылып болмады, ауыр болды. Өйткені бұл комплексный программаны зерттеу. Бірақ онда аяқына зерттеп, докторлық аттағын Москвадан жаңағы советтен алып шықтым. Содан кейін 10 шақты халықаралық конгресстермен симпозияларға, конференцияларға қатыстым. Сөйтіп Қазақстанның мына соңғы еңбектерінде Қазақстанның өз халқының өз елінде, өз жерінде 50 ғасыр тұрып жатқаны дәлелденді. Сондықтан айтары Қазақстанда бәленбай ұлттық өкілдері қызмет етіп, төрінде жүр. Бірақ солар қазақтың көнелігін, төрінде жүргендігін естерін алып, сыйлаймысың деген тілекті айтқаным да бар. Сонымен бірге менің ең соңына айтайын дегенім ішім сондай ережелейді. Менің анам аштан өлген. Менің 3 жасымда. Мен анамның жүзінде, önünde vermeyeyim. Sonuçta aytarım Ruslar'a. Buna sizlerle bizler Şema Kazakistan'a koştuk. Koşkende bizim altımızda bu günde Kazaklar ağ
60-70 milyon болу деген. Өзбектермен көрші бізден көп саны кем 20-шы жылдары уже 40 миллионға жетті. Сондықтан менің тілегім бүгінгі жастар өз еліңде, өз жерінде еркін жүргеннен кейін сіздермен сіздердің мойныңызда орнысыз қаза болған, атылып кеткен, айдауыл етіп келмеген қазақтар үшін қызмет етіп, кемінде 5 қазақ үшін жұмыс істеуіміз керек. Жастар мына Қазақстанға деген қызметке келгенде, жұмысқа келгенде, ана жұмыс ауыр екен, мынау жеңіл екен, бізге жеңіл керек деп таңдаудың қажеті жоқ. Ел былай сұрақты қазып өз жерде әрі қарай өсіп өрбісін дейтін болсақ, обязательно біз осы кемінде 5 қазақ үшін жұмыс істеуіміз керек. Әрине, оның өзінде де кемінде 100-120 жыл керек. Солай істегеннің өзінде. Сондықтан бір жағынан қазақтың жерінің көнелігі есі болса, екінші жағынан жастардың алдындағы мақсаты осы белгісіз бөліп кеткен аштан, артылып кеткен, суалып кеткен, Сібірдің қайтып келмеген қазақтар үшін қызмет етейік. Әрқашан еңбегі жанып, егіз болып, еліміз көгеріп, көйлегіміз көк, тамағымыз тоқ болсын деген тілек білдіремін. Бәрекелді, құрметті қалай қарап тұрсаңыздар, 93-ке келіп, ой жинағын, ой тереңдігін, барлығын есте сақтап, әдемі сапалы дүниелер жеткізіп жатқанына ақсақалымызға тағы бір ризашылығымызды білдірейікші. Кезінде Қаныш Имантайұлы Сәтбаев айтқан екен, оразақ әр жан иесінің биологиялық ата-анасы болады. Сен қазақтың биологиялық әке шешесі дәлелде депті. Кейін оразақ атамыз, егер Сәтбаев мені қолдамағанда, Қазақстанда антропология ғылымы да, 40 ғасырлық тарихы да, Смағұлов та болмас еді деген шындық ақиқаты. Мәселе осында еді. Сондықтан бұнда келіп отырғанымда, сіздердің алдыларыңызда осы әңгімені қысқаша айтып отырған себебінде сол болып отыр. Рахмет сіздерге. Мен ойлаймын, осы Қаныш Имантайұлы шаңырағындағы бүгінгі оқиға қатысып жатқан жастар, әсіресе студенттерге Абыз ақсақалымыздың білім ордасында білімге естігіне, жалпы қауымға деген батасы деп түсінуге болады. Батасы қабыл болсын. Ертеңде көреміз, Алаштың ізін басып келе жатқан, бүгін сол Алаштың туын рухын сақтап келе жатқан Құдайға шүкір, атадан бабаға болашақ сіздердің қолдарыңызда. Енді негізгі рәсімге көшкелі отырмыз. Бұл кітаптың жолы, бұл кітаптың тағдыры, бұл кітаптың қазақтың арқалап келе жатқан рухани азығы жатқан дүние. Бұл үлкен бір киелі кеңістік. Ал енді осы Ержан Итеменұлымен біздің келіп отырған үлкен ғалым Зиябек аға өздеріңізге жол берейік. Мына кітаптың тұсаукесерін ақсақалдың рұқсатымен, қолдауымен сіздерге жол беріп отыр. Ал осы жерде тағы бір тамаша тарихи оқиға. Ой, бәрекелді. Қошеметтеріңізге рахмет. Ай, бәрекелді. Мен рұқсат болса, Оразақ Исмағұлұлы ағамыз мақтан ететін мына кітапта де бар. Мен қарап шыққан едім. Бүгін таныстырмасам дұрыс болмас деп отырмын. Осы жерде төрде екі қызы отыр. Екеуінде тектіліктің белгісін көрсете білген,
қазақ еліне, қазақ жеріне еңбектеніп жүрген ең бірінші Айнагүл Оразаққызы. Бүгін Қазақстанның антропологтары барма деген кезде ойламаңыздар, Оразақ Смағұлұлы ғана деп. Бүгін ізбасары сол кісінің бүкіл мектебінің, құрастырған мектебінің жалғастырушы Айнагүл ханым. Және де өзінің бір ерекше бойындағы қасиетімен ақниет деген қазақтың үлкен рухани парадигмасын сақтап келе жатқан, еңбектеніп келе жатқан, ғылымда да жаңалықтарды ашуға лабораториялар зерттеу ашқан ортада мен Зәуре Оразаққызын таныстырып отырмын. Тектілік деген осы шығар, қыздарды әкесінің абыройын, ісін жалғастыруда. Ал енді рұқсат болса, мына жерде біз қазір аяқтаймыз, себебі сіздер ойлаңыздар, ертең біз 60-70-ге келген не боламыз білмейміз. Бірақ 93-ке келіп, алдарыңызға шығып, батасын беріп, өзінің өмірлік ұстанымдарын жеткізіп, сіздерге бата беріп жатқан 93-тегі қария, бүгін еліміздің абызы, асыл ақсақалы, Алаштың туын көтеріп келе жатқан, сарқытын дәмін татқан қариямыз Оразақ Смағұлұлы. Мен осы жерде рахмет. Біздің ортамызда тағы бір қазақтың есімдеріне байланысты, атауларына байланысты үлкен зерттеулер жүргізіп жүрген мақал мәтелдеріне бір сөзбен айтқан кезде халық ауыз әдебиетіндегі өзінің қаламының ізін қалдырып жүрген, кітаптар шығарып жүрген, руханилыққа жұмыс істеп жүрген тағы бір еліміздің мықты азаматы Оспан Бердал ағамызға берейін деп отырмын. Бердал аға микрофон салса жарты сағат сөйлейді. 2 минут. Бердал аға 2 минут. Алғыс кеш жарық, достар, бауырлар, бүгін бізде тарихи күн. Енді бүгінгі тарихты қарап отырсақ, қазір тарихшылар көп болып кетті. Тарих алыстай бергесін әдемі болып кетті. Әркім өзінің тарихын әдемі қылып жатыр. Біз мынандаймыз, біз анандаймыз деп. Біздің тарихшылар кезінде біздің халықтың тарихын әбден зерттеді. Зерттегенде де дәлелдеп зерттеді. Мысалы, мына Сақ, Скиф деген біздің бабаларымызды жоқ, ол сендердікі емес, олар парсылар, олар иран тілдес деп айтты. Оған жаңа қарсы сөйлеуге ол кезде рұқсат етпеді. Бірақ қарап тұрсаңыз, Стефан Византиялық деген бір ғалым жазып кеткен сақ деген сөз, олар өздерін сақ деп атайды. Неге? Себебі олар қалқанды ойлап тапқан деп жазып кеткен. Сақ деген сөз, қалқан болса бізде сақ, сақтаушы, сақтандыру, кете береді сақшы деп біліңіздер ме? Енді бұл бір дәлел болса, Лукиан деген бір ғалым жазып кеткен, сақтар өздерінің балаларына заңдарын жаздырады, мыстақтаға деп, мыстақтаға жаздырады, дуалға суреттер салдырады деп. Демек, заңдар жазса, демек ол кезде бізде ата заң болғаны, демек бізде оқу ағартушылық жұмыс болған. Енді бейнелеу өнері, мына сақ өнерін өздеріңіз де білесіздер. Енді сондай дәлелдер көп. Адамдар бірақ есімдерімен қалады. Ең арғы есім сақтарда Тоқсари, Тарықтай деген есім. Ол есімдер бізде әлі күнге шейін бар. Ал енді қалып келе жатқан бүгінге шейін, сол кезден бүгінге шейін жеткені салттар. Сол салттар, мәселен, мен тізімін жасап жатырмын, А әрпінен 82 салт, Т әрпінен 116 салт бар. Әзірше, ол енді басқа алфавит әзірше жинап жатқан. Бұны айтып жатқаны не? Бұны қай халықта біз осындаймыз деп дәлелдегенмен де басқалар табылады. Жоқ, бұлар сендірмесіндер деп. Сондықтан бізге кім керек еді? Бізге Оразақ ағамыз керек еді. Біз, міне, 50 ғасырдан бері қазақ біз деген Оразақ ағамызға біз тағзым етуіміз керек. Қазақты қазақ еткен ғалым, міне, Оразақ Смағұлұлы деген кісі алдарыңызда отыр. Тағы да бір айтарым, мен баяғыдан айтайын деп жүредім, осы үлкен кісілерді бір үлкен сабақ ретінде оқыту керек деп. Мәселен, Қаныш Сәтбайұлы осы жерде
бір семестр ма, содан емтихан тапсырту керек студенттерге. Студенттерге өкпелемеңіздер, тағы бір емтихан қосылады. Иә, мен ойлаймын, сондай кісілердің қатарында Ораз ағамыздың да өмір баяны болу керек. Міне мен осыны. Рахмет сіздерге. Міне 100 жасаған абыз аталарымыз отыр. Бір адам, бір атамыз біздің ұлтымыздың жасы 50 ғасыр деп дәлелдеді. Ал енді бізде Оразақ атамыз сияқты тағы 50 ғалым болса, онда біздің тарихымыз қандай болады? Ойлап көріңіздерші. Демек, ендігі міндет сіздердің алдарыңызда. Енді сіздер осындай болашақ Оразақ Смағұл деген ғалымдар пайда болу керек. Бүгінгі кеш сол сіздердің еңбек жолдарыңыз болсын. Бәріңізге алғыс. Аға, сізге 100 жыл тілейміз. Сол кезінде Мәшһүр Көпеевтің керемет еңбегінде айтылған сөзі бар еді. Адамды киелі бәйтерекпен салыстырған. Себебі киелі бәйтерек ешкім оны білмесе де ыстықта көлеңке береді, кейде өзінің жемісін береді. Сол киелі бәйтерек болып отырған бүгінгі күні біздің ақсақалымыз. Өйткені Мәшһүр Көпеевтің толық адам, кемел адам деген ұғымды сол бәйтерекпен теңестіреді екен. Атамыз көп жасасын, бүгінгі берген батасы қабыл болсын. Баршамызға бүгінгі әдемі кештің рухани азығы сіздерге үлкен бір өмірде жол көрсететін жақсы бір киелі құдіреттің белгісі болсын. Бүгінгі осы отырыстан алған дүниелеріңіз қалған өмірлеріңізге рухани азық болсын. Енді мынау қазақта тәбәрәк деген жақсы бір дәстүр ұғым бар. Сол тәбәрәкті мен басқаша қазір біз бәріміз естелікке суретке түсейік. Бүгінгі мынау ресми түрінде тұсаукесер рәсіміміз тәмам. Амандықта, жақсылықта кездесейік.